Ақылды бүркітші. Шынын айтқанда, зейнетте еш нәрсе естемей, тек еске алумен ғана айналысасың. Басқа еш нәрсе жоқ, дым жоқ. Міне, есіме түсті. Естілігімді мазмұндап берейін деп тұрмын. Бірде бір газетаның тілшісі болып жұмыс істедім. Редакция маған халық дәстүрлері туралы бірнеше мақала жазуды тапсырды. Дәл келесі күні алыс ауылға барайын деп шештім. Редакцияның буханка деп аталған көлігін айдауға бастығымнан сенімхат алып, таңертең жолға шықтым. Ашық күн болды. Ауыл қаладан бірнеше жүз шақырым қашықтықта орналасқан. Ауылға жеткенше не жазайын деп жоспарым туралы ойладым. Көз тартымды бір нәрсе тапсам, керемет болар екен деп ойладым. Күз мезгілі болды. Аңға шығуға керемет мезгіл екен деп бір ойы басыма келді. Ауылдың басшысы мені бір киіз үйіне қонуға шақырып, маған келесі күні аң аулауға шығатынымызды айтты. Қандай сәттілік! Құдай мені естіді деп ойладым. Келесі күні осы қимылға куә болдым. Аң аулау көз алдымда өтіп жатты. Жасы үлкен көрінетін ақсақал аспанға тесіле қарап жатты. Көк аспанның жоғарысында жалғыз бүркіт ұшып қалықтап жүрді. Ақсақалдың астындағы ат әлсін-әлі пысқырып, шыдамсызданып тұяғымен теуіп тұрды. Бір сәтте бүркіт аспанның жоғарысынан тастай жерге құлап, тырнағымен аңның басына жармасып кетті. Ақсақал атты қамшымен ұрып, жерге қонатын бүркітке қарай шабып кетті. Мәссаған бәрі келді, бүркіт балам айналайын, қасқырдың ұстап алдың, деп қуанып айғайлады қария. Аң аулаудан кейін жарқын отын шытыр-шытыр ортасында кішкі ас дастарханның айналасында отырып әңгімелестік. Бұл бүркіт кез келген емес еді. Оны балапан болғанында Биктаудағы ұясынан алдым. Балапанды асырап, оны аңға бірге шығуға үйретуге бірнеше жыл арнадым, деді ақсақал. Демек, сіз бүркітіңіздің бапкерісіз ғой. Иә, балам, бүркітіме бапкер немесе жаттықтырушы деп айтуға болады. Менің әкем де атам да бүркітпен аңға аулапты. Бүркітші деген әулеттіміз. Бүркіт бұл азат құс. Оны меншігім деп айтуға болмайды. Өскенде ол сенің досың ретінде есептей бер. Оны аңға шығуға үйретуде түзу керек. Шыдамдылықтан пайда болады. Тағы бір нәрсені еске сақтау керек. Бүркіт сізбен бірге ғұмырыңыз бойы кішпейді. Уақыт келгенде ол өзінің жұбын табу үшін азаттыққа ұшып кетеді. Ұя салып, балапанды шығарады. Бұл болмыс деген сөз, деп жалғастырды қария. Адамда табиғаттан үлгі алып, болмыс бойынша әрекеттер жасайды. Соңында қоштасу кезінде құшақтасып, қонақжайлылығыңызға үлкен рахмет. Мәліметтіңіз өте қызық әрі пайдалы болып шықты. Халқымыздың салт дәстүрі туралы бай әрі қып-қызық мәліметтер жинадым. Қалада туып өскен оқырманыма олар туралы мәліметтер құнды болатынына сенемін. Дұрыс айтасың. Менің тәлімім былай болады. Егер халық дәстүрлеріміз бен өнерімізді сақтамасақ, оларды ешкім сақтамайды. Еш нәрсені ұмытуға болмайды. Егер біз естен айнып кетсек, мәдениетімізді де, елді де жоғалып кетеміз.